iPhone үшін абақтыға қамалды. Қиын күнде баламның достары ат-тондарын ала қашты. Болған оқиға. Өмір бойы ұстаздық қызметте болдым. 2 жылдан бері зейнеткерлікке шығып, үйде немере бағып отырмын. Өткен өміріме көз жүгіртсем, біреуді ренжітетіндей, көңілін қалдырып, наласына ұрынарлықтай іс қылмаппын. Тек анда-санда күйеуімді тастап обал жасамадым ба осы деп ойланып қоям. Бірақ тастап кетуімнің де өз себебі бар ғой. Жақсы еркектен әйел кетуші ме еді? 3 баламды алып, ауылдан қалаға келгенімде 30-дан енді ғана асқан келіншек едім. Күн құрғатпай, арақ ішіп, бәрімізді тым-тыраққай қуатын күйеуімнен дұрыс тәрбие берілмейтінін біліп, балаларымды одан аулақ ұстағаным жөн деп шештім. Бірақ бұл шешімге келгенше 8 жыл арпалыстым. Ішеді, ұрады, өкпелеп төркініме кетем. Бірақ артымнан кешірім сұрап, өлердегі сөзін айтып әкеп алады. Сөйтіп жүргенде бір баланың саны 3-ге жетті. Ақырында күйеуім түзелмейтінін мойындады. Арақ ішпесем тұра алмаймын, қойып адам болар ниетім жоқ деп ашық айтты. Содан біз қалаға көшіп кеттік. Балаларымды қайтсем аяққа тұрғызам деп жан аямай еңбек еттім. Демалыс күндері байлардың үйін жинауға барушы едім. Есік алдындағы дүкенге бәліш пісіріп өткіздім. Еңбек демалысына шыққанда базарда сауда істедім. Әйтеуір тамақ пен киімнен таршылық көрмеудің амалын жасап бақтым. Басында пәтерден пәтерге көшіп қонып жүрдік. Кейін төркінім көптеп көмектеп, өзімнің жинағанымды қосып, қаланың орталық көшелерінен ескі құлауға шақ қалған орыс шалдың жер үйін сатып алдық. Менің бар ойымым 2 баламның тәрбиесі болды. Қан деген жібермейді ғой. Әкелеріне тартып, ішімдікке, жаман әдеттерге үйір боп кетпесе екен. Ер жұртқа күлкі боп қалмайын деп қатты ойымдадым. Бірақ олар мықты екен. Екеуі 2 жағымнан шығысып, ауырымды жеңілдетіп, өз күштерінен оқуға түсті. Жақсы азамат болып өсті. Ал екінші ұлым мемлекеттік қызмет таңдады. Өзі пысық. Қарап жүрмей бірдеңеден бірдеңе ойластырып, ұйымдастырып, жоқтан бар жасауға тырысып жүретін елгезек. Сонысы басшыларына ұнаған болу керек. Айналдырған 4-5 жылда қызметі көтеріліп, бір мекемеге бастық болды. Тапқан табысына ескі үйді бұзып, жаңасын тұрғызды. Мені Меккеге апарып келді. Балаларын жақсы мектепке оқуға берді. Әйеліне көлік мінгізді. Ондайда таныс та, туыс та көбейіп кетеді екен. Баламды іздеп келетіндер жиіледі. Күн ара қонаққа баратын болдық. Жасұланның анасы деп әп-сәттеп төрге шығарып, жер-көкке сыйғызбай мақтайды. Менің орында басқа біреу болса, адамды қошеметке мастанып, асып-тасып кетер ме еді? Бірақ мен жоқшылықты көріп өскен адаммын. Жалғыздықтың азабын бір кісідей тарттым. Сондықтан меніңше сабырлы болуға, сыр алдырмауға тырыстым. Бірақ ұлдың мінезі өзгеріп кетті. Кімнің дос, кімнің қас екенін айыра алмай, өзін мақтаған жігіттердің лепірме сөзіне еріп ұшқалақ боп кетті. Үй бетін көрмейді. Күнде қыдыру, күнде жиын. Әйел, бала шағасына уақыты жоқ. Талай рет оңаша шақырып алып, балам, ақырын жүріп анық бас. Мына жүргендердің бәрі бас пайдасы үшін дос боп жүр. Сен кішсің ғой. Сыр алдырып қойма. Ашық ауызданып, орындай алмайтын уәде беріп қойма. Шамаңа қарап тірлік қыл деп айттым. Бір күні төбемізден жай түскенде жағдай орын алды. Қызмет бабын асыра пайдаланды деген баппен үстінен іс қозғалып, қолына кісен салынды. Оны жанында жүрген әріптес досы ұстап беріпті. Туған күніне сыйлығым деп iPhone әкеп берген екен. Кейін сонысы пара ретінде есепке салынып іске тіркелді. Сол жағдайда кезінде баламның қолтығына су бүркеген жағдайы жақсы достарының бірінде таппай қалдық. Алдын бізді қонаққа шақырып, мақтауымызды асырған достарының алдына өзім бардым. Баламның жазығы жоқ қой. Болған істе өздерің айтып беріңдерші деп жалындым. Қолымыздан ештеңе келмейді. Аралассақ бәлеге қаламыз деп ат-тондарын ала қашты. Жиған терген дүние мүліктен түгел айырылдық. Сотталды. Сот үкімін оқығанда баламның пора-порасы шығып жылады. Өкінгені түрінен көрініп тұрды. Бәлкім сатып кеткен достарына ренжіген де шығар. Оны көріп менің де көкірегім қарс айырылды. Ұлымнан айырған мұндай қызметі де, дүниесі де құрсын деп сот залында айқай салдым. Осындай кезде маған баяғы жоқшылық заманда әріптес болған, көрші тұрған, жақсы сыйласқан жандар деме болды. Адамға қалайсың, бізден не көмек керек, бәрі жақсы болады деген бір ауыз сөздің өзі қолдау, күш беретінін осы кезде сезіндім. Қазір балам босап шыққан, қиын күндер артта қалды.
бірақ оның ашық жарқын мінезі абақтыда қалып кеткендей. Тұйық ашылып сөйлеспейді. Баяғы елпілдеген жасұланнан жұрнақ та қалмаған. Қазір ағасының жанында кәсіппен айналысып жүр. Адамдармен таңдап араласатын болды. Ең бастысы жанымызға оралғаны. Дүниесі табылар.